Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін бір өте ерекше видео болайын деп тұр. Телеграмда ақша табатын боттар бар. Егер білсеңіздер, бүгін біз сіздермен сол боттарға кіріп тексеретін боламыз. Шынымен де бізге ақша төлейді ме, әлде барлығы өтірік па? Сондықтан да видеоның соңында сол жерден ақшаны шығарып көремін. Видеоны толық көріңіздер. Каналға подписка, лайк басуды ұмытпаңыз. Біз сіздермен бастаймыз. Ал достар, бүгін біз сіздермен екі телеграм ботты тексеретін боламыз. Шынымен де бізге ақша төлейді ме, әлде жоқ па? Біріншісі міне телеграм бот деп жазылып тұр. Мына жерде перезапустить бота деп басам, сіздерде начать деген болады. Мына жерде астында начать зарабатывать дегенді басамыз. Енді заработать. Қараңыздар достар, мына жерде пригласить друга 300 рубль тұрады, подписаться на канал 200 рубль. Ол дегеніміз теңгемен примерно 1100-1200 теңге. Егер телеграм бот осындай ақша төлейтін болса, жай ғана подпискаға, оның барлығы негізінде өтірік, шынымен де скам проект деп айтуға болады. Біз қызық ретінде, енді мүмкін ақша төлеу мүмкін, сондықтан да қызық ретінде осының барлық условияларын жасап, каналдарға подписка жасап, ең аяғында көрейік қалай болатын. Сондықтан да осы видеоға лайк басыңыздар, достар. Егер каналға подписка жоқ болса, подписка қойыңыздар, және видеоны соңына дейін көріңіздер. Мына жерде енді подписаться на канал деп басайын мен. Так, перейти на канал, подписаться, получить награду. Ваш приз 200 рублей. Заработать еще деп басайық. Тағы подписаться на канал. CryptoTrade стит. Подписались, получить награду. Ары қарай. Посмотреть запись дегенге басайық. Автоматически барлығы еще. Бізге 100 рубль берді. Енді тағы басып көрейік. 1 сағаттан кейін болады дейді. Заработать. Подписаться на канал. Вы подписались уже на все каналы деп жазып тұр бізде. Яғни енді балансқа кіріп ақшаны шығарып көрейік. В вашем балансе 900 рублей дейді. Минимальная сумма вывода 3000 рубль. Яғни бізге 2100 рубль ақша жетпейді екен. Ол үшін мына жерде енді заработать та. Мен адам шақыра алады екем. Қазір мен басқа боттарды қосып, өтірік адам шақырып көрем. Одан кейін 3000-ға жеткізгеннен кейін ақшаны осы телеграм боттан шығарып көремін. Көріп тұрғандарыңыздай адамдарды шақырып болдым, точнее боттарды. Енді мына жерде біз баланс дегенге кірейік. Ваш баланс 3000 рубль деп тұр. Минимальная сумма вывода 3000 рубль. Вывести деп басып көрейік. Ваш аккаунт подозревается в нечестной работе с подписками на каналы. Чтобы осуществить вывод, подпишитесь на генерального спонсора. Жарайды, подписка жасай қал. Негізінде нелогично, шыны керек, бірақ подписаться деп бастық. Посмотрите 10 последних постов и сохраните подписку минимум на 2 дня. После этого откроется доступ к выводу дейді. Шынымен де достарым, мынандай бот негізінде ақша төлеймейді. Немесе одан кейін 10 адам шақырғаннан кейін айтады, тағы 20 адам шақыр, одан кейін ақша төлейміз деп. Одан 20 адам шақырғаннан кейін бұндай бот обычно бізге 160 рубль или 200 рубль ақша жібер, чтобы верификация өту үшін дейді. Одан кейін көп адамдар мысалы сөйтіп ақшаларын жіберіп қойып алданып қалатындар бар. Сондықтан да бұл ботты сіздерге ешқашан рекомендовать етпеймін. Сондықтан да бірінші бот бізде үлкен жирный, былайша айтқан кезде минус. Ары қарай кеттік. Екінші бот бізде Top DJ Money деп жазылып тұр. Мы являемся лучшим ботом в Telegram дейді. Цены для исполнителя бізге осы керек негізі. Қараңыздар, мына жерде за подписку на группу 0,25 копейка төлейді. За подписку на канал 0,25 копейка сондай ақша төлейді. Жаңағымен разницасын қарасаңыздар, мына жерде 200 рубльға дейін ақша төлесе, бір подпискаға мына жерде 0,25 копейка. Яғни бұл телеграм канал шынымен де бізге ақша төлейді, бірақ сонда да біз осы телеграм каналды тексеріп көрейік. Мына жерде начать деп басамыз, русский таңдаймыз. Одан кейін бізде заработать дегенге басып көрейік. Для использования подпишитесь на канал дейді, перейти на канал деп бастық, подписаться. Енді заработать деп еще раз бастық. 5-ке 4-ті қосу керек екен, ол дегеніміз 9. Енді мына жерде бізде подписаться на каналға 0,2 копейка төлегеннен кейін бізде мына жерде одан кейін задание на подписку 7 деп тұр, задание на просмотр 19, одан кейін задание на боты 3. Яғни осыларды орындап, қазір достар осы жерден сразу ақшаны шығарып көрейік. Ал енді бірінші подписаться на канал дегенге басып, так, перейти к каналу, подписаться. Барлығын сіздердің көздеріңізше орындап тұрмын достар, сондықтан да осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.
Проверить подписку. За подписку на канал вам начислено дейді. Окей. Ары қарай. Подписаться. Бастық. Проверить подписку. Ақша төленді. Подписаться. Проверить подписку. Бұған да ақша төледі. Осылай қазір барлығын орындап шығам, достар. Болды, задание бітті. Енді ары қарай вступить в группу. Перейти к группе. Подписаться. Өте көп ойланады екен бот. Так, подписка жасадық. Группаға подписка жасадық. Проверить деп басайық. Өте көп ойланып жатыр. Бізге ақша төленді. Ары қарай. 13. Вступить в группу. Перейти к группе. Подписаться. Так, подписка бар. Ары қарай тағы орындап шығайын. Достар, группада да задания кончились. Попробуйте позднее дейді. Енді сонымен қатар бізде 5 плюс 4 9. На жерде вступить в группу біз орындап тастадық. Подписаться на канал орындадық. Одан перейти в бота дейді. Бізге жаңағы орындаған заданияға тағы ақша төленді. Заработать деп тағы басамыз. 2 5. Так, смотреть посты деп басайық енді. На жерде бізге для начисления нажмите на кнопку бастық. Осылай, достар, негізінде заданияларды орындап отыру керек. Шынымен де өте аз ақша төлейді екен бұл ботта. Былай қарап отырсаңыздар. Қанша задания бар екен қазір көрейін. Ерінбей тексерем барлығын. Орындап жатырмын. Болды, бұл жерде де задания бітті. Енді қараңыздар, заработайтқа қайтадан кіремін. На жерде біз орындадық смотреть посты, вступить в группу, подписаться на канал, перейти бота. Барлығын орындап болдық. Енді біз өзіміздің личный кабинетке басып көрейік. Енді қараңыздар, основной баланс бізде жаңағы уақытта 1,53 рубль ақша таптық екен. Ол дегеніміз примерно 9-10 теңге болады. Вывести деп басып көрейік. Ваш балансқа кірсек, бізде қазір 1,53 рубль деп жазылып тұр. Минимальная сумма для вывода 15 рубль екен, достар. Выберите способ вывода. Kiwi бар, Payer кошелек бар, Яндекс бар. Яғни, достар, 15 рубльді табу үшін бұл жерде бізге 3-4 күн уақытымыз кетеді. Неге десеңіздер, біріншіден жаңағы подписаться на канал өзі 5-ақ штук болды ма, сондай болды. Яғни, оның каждыйына копейкадан төлейді. Заданиялар бітіп қалды мына жерде, посттар тоже бітіп қалды. Сондықтан да 3-4 күн уақыттарыңызды кетіргенше сіздерге бұл Telegram ботты тоже не рекомендую. Және өз каналымда келесі видеода нағыз ақша табатын схемаларды көрсететін боламын. Сондықтан да каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов. Сау болыңыздар.